Ертеректе көпті көрген көне көз қарияның алдына бір жас жігіт келіпті дейді. Келген бойда көкейде жүрген сұрақтарын қойыпты. Ақсақал, маған мынаны айтыңызшы. Бір адамды көргенде ең алдымен қайсысын айту керек деп сұрапты. Бір адамды көргенде тек жақсы қасиетін айту керек дейді қарт. Неге дейді таңданған жігіт. Жақсылықтың қадамы ұзақ, барар жері алыс. Арамның адымы қысқа, барар жері жоқ деп жауап беріпті қария. Ата, мүмкін ол адамның жақсы қасиеті жоқ шығар деп тағы сауал қояды жігіт. Егер ол адамның жақсы ісі жоқ болса, жақсылықты жасауға қарыздар дейді қарт. Жақсылық деген қандай дейді жігіт. Сонда ақсақал, жақсылық деген өте ауыр нәрсе, құдықтан суды тартып алғандай. Ал жамандық деген оп-оңай, шелектегі суды төге салғандай деген екен қария.